Kel, otur. Оңай ақша табудың жолын іздеймін дейсің иә? Жаңа телефон аламын, оқудың ақшасын төлеймін. Болмаса жеңіл жолмен ақша тапқым келеді. Әлде бір рет қана ставка тігемін. Ұтсам ұтармын, ұтпасам осыдан кейін қоя салармын деп ойлаған шығарсың. Бірақ есіңе салайын, сен сияқты ойлайтын адамдар өте көп. Тіпті шегі жоқ, санауға келмейді. Міне қара, мен саған қазір мысал келтіремін. Мынау Арман, ол да сен сияқты қарапайым бала, ақыл десе ақылы бар. Бірақ ол кинодағыдай тамаша өмір сүруді, оңай ақша табуды қалады. Адам табиғаты бойынша өте ашкөз және әрқашан өмір сүрудің оңай жолдарын іздейді. Сондықтан біздің кейіпкеріміз бірнеше рет ойынқұмарлыққа салынып, бірнеше рет жеңіске де жетіп, одан әрі үлкен сомада ақша тігіп, ақырында қалай кіріп кеткенін білмейді. Алло, досым, қалай жағдай? Қарызға ақша керек еді? Алло, аға, қалайсыз? Жақсыз ба? Ақша керек еді қарызға. Алло, жансая, 100 мың ақша керек. Алло, Индира, машинаны соғып алып. Алло, досым, ақша керек. Әлбетте, ол ұтылысқа ұшырайды. Бірақ ақшаны қайтару керектігін ұмытпау қажет. Жасаған ісіңді мойныңмен көтер. Бірақ менің айтқандарым саған қазір әсер етпейді. Сондықтан қолыңды қой да жүре бер. Бәрінің істейтіні бір әрекет. Қанша жерден айтсаң да, ескертсең де бәрібір.